оқушылар, бүгін біздің тақырыбымыз электр өрісінің потенциалы, суперпозиция принципі, потенциалдар айырымы, эквипотенциал беттер туралы айтатын боламыз. Енді мысалға біз Q0 деген заряд алайық. Q0, яғни электр өрісін туғызушы заряд Q0 зарядын алайық. Q0 зарядының сыртында білесіңдер электр өрісі бар, я? Электр өрісі бар. Енді осы электр өрісінен белгілі бір R қашықтықта, я? R қашықтықта не бар бізде? Мына нүктесін алайық, мына нүктесіне қатысты не бар? Электр өрісінің кернеулігі бар, я? Кернеулігінің бағыты бар. Демек, векторлық шама бұл. Енді тура осы R қашықтықтағы кернеулікте, я? Мысалға белгілі бір Q заряд сырттан алып келдік. Сырттан алып осы неге кіргісі келіп тұр, шеңбердің ішіне кіргісі келіп тұр. Енді шеңберге кірейін десе, оған мына Q0 тарапынан кулон деген күш әсер етіп жатыр екен. F деген күш пайда болады екен. F деген кулон күші. Яғни F тең еді Q көбейтілген E болады, е? Q дегеніміз заряд, сыртқы заряд, E дегеніміз кернеулігі. Енді біз мына E-нің формуласын білеміз, е? Кернеуліктің формуласы E тең еді K Q0 бөлінген эпсилон R квадрат, е? Яғни мына E мынаған қатысты кернеулігі болып тұр, е? Сол үшін K Q0 бөлінген эпсилон R квадрат болып тұр. Енді ары қарай мынаның орнына мынаны қойсасыңдар, өздерің білесіңдер. F деген F тең K Q0 эпсилон R квадрат деген бұл формуланы уже жаттап алғансыңдар. Енді бұл жерде кері әсер етуші кулон күші де пайда болады екен. Сонымен қатар бұған қатысты энергия да пайда болады екен. Яғни күш те пайда болады. Сонымен қатар энергия да пайда болады екен. Сырттан заряд кесе, мынандай заряд кесе. Күшке энергия да пайда болады. Енді күшке қатысты формуласын білеміз, яғни күшке қатысты мына формулалар жүзеге асады екен. Енді энергияға қатысты қазір түсіндіретін болам. Мысалға біз механикадан алайық. Мысалға бір бала, я, мынандай үстелдің үстінде отыр. Мына жер. Мына баланың массасы М, я? Белгілі бір биіктікте отыр жерге қатысты, я? Демек, мынаның несі пайда болады? Белгілі бір биіктікте болса, яғни белгілі бір жерден, белгілі бір ара қашықтықта болса, оның потенциалдық энергиясы болады, mgh. Енді бұның жерге тартылу күші қандай болады? Жерге қатысты күші F ауырлық болады, F ауырлық тең mg болады, е? Енді мынау механикада, мына жерге жазып қойын, механикада. Мынау электр өрісінде. Мынау 1 деп қойын, мынау 2 деп қойын. Енді механикада потенциалдық энергиясы mgh болады екен. Ал күші mg болады екен. Ал мына жерде күші мынау болады да, оның потенциалдық энергиясы қалай болады сонда? Потенциалдық энергиясын былай айтсақ болады. Мысалға, мынау G, F тең mg. G-дің төбесінде бізде векторлық шама, ал M деген скаляр шама, я? Яғни осы G-мен, мына G-мен, яғни G бұл тартылыс өрісі болып табылады екен. Ал мына жердегі E не болып табылады? Мына E не болып табылады? Бұл электр өрісіне қатысты емес па, я?
электр өрісінің күштік сипаттамасы деп тұрмыз. Мынау тартылыс өрісінің күштік сипаттамасы болып табылады екен. Енді мына Q мен M сәйкес келеді, G мен E сәйкес келеді. Енді соған қатысты біз мына потенциалдық энергиясын шығарайық, мына жақтағын. Сонда мынау потенциалдық энергиясы механикада мынандай болатын болса, так, мынаны мен мына жерге қайталап жазайын. Мына потенциалдық энергиясы MGH бұл механикада. Ал электр өрісіндегі потенциалдық енергиясы мен Е деген итак электр өрісінде бар, сол үшін мен оны мынандай әріппен белгілейін. W әріппен белгілейін. Тең М-нің орнында не дедік? М-нің орнында Q дедік. G-дің орнында не дедік? G-дің орнында Е дедік. QE. Енді H-тың орнында не тұр бізде? R қашықтық тұр емес па? H пен R, яғни H да метрді береді, R да метрді береді. Сонда R тұрады екен. Сонда ол потенциалдық энергиясы болып табылады екен. Бұл потенциалдық энергиясы неге қатысты? Электр өрісіндегі потенциалдық энергия екен. Сонда мына жерде күштің формуласын жазып алдық. Мына жақтағы потенциалдық энергиясы неге тең екен? QER-ге тең екен. Енді бұл потенциалдық энергияны ашайық. Яғни E-нің формуласымен ашайық. E-нің формуласын орнына қоятын болсақ, E-нің формуласының орнында бізде не еді? К, міне тұр. KQ0, мен қызылмен жазайын, белгілеп дұрыстап. Мына жердегін дәл көшіріп жатырмын. KQ0 эпсилон R квадрат. Не тұр? R-міз тұр, R тұр. Енді не болады бізде? Мынаумен мынау қысқарып кетеді. R мен R қысқарып кетеді. Сонда не қалды? Q көбейтілген KQ0 эпсилон жай ғана R деген формула қалды. Бұл бізде потенциалдық энергиясы. Немесе оны бүйтіп жазсақ болады. KQ0 көбейтілген Q эпсилон R. Бұның F-тен айырмашылығы не? Мына жерде квадраты бар да, мына жерде квадраты жоқ. Бұл бізде электр өрісінің потенциалдық энергиясы екен. Электр өрісінің потенциалдық энергиясы екен. Енді потенциал дегеніміз не? Электр өрісінің потенциалы дегеніміз, потенциалды, жай ғана потенциалдық энергия емес, жай ғана потенциалды біз фи деген әріппен белгілейді екенбіз. Фи деген әріппен белгілейміз, және оның формуласы бізде фи тең бірлік зарядтағы потенциалдық энергиясын айтады екенбіз, потенциал деп. Мына бір зарядтағы, бірлік заряд немесе нүктелік зарядтағы потенциалдық энергиясын біз не деп айтады екенбіз? Потенциал деп атайды екенбіз. Оның өлшем бірлігі бізде не екен? Вольт екен, Вольт екен. Өлшем бірлігі вольт. Вольт деген осы вольттың құрметіне вольт деп атайды екен. Мына үлкен әріппен, Так, бұл түсінікті, бізде. Бұл қараңдар енді. Бұл бізде мына бірлік зарядтың не екен? Энергетикалық сипаттамасы деп атасақ болады екен. Ал біз білеміз, мына кернеулікті жазып алайын. Так, түспей қалды. Мына кернеулікті жазайын. Кернеулікті басқа түспейін жазсам. Е тең F бөлінген Q. Мынау не қандай сипаттамасы екен? Күштік сипаттамасы екен. Мынаның өлшем бірлігі қандай еді? Ньютон бөлінген кулон, осыған қатысты жазасылам. Ньютон бөлінген кулон болатын. Енді мынау нүктелік зарядтың күштік сипаттамасы, мынау бізде бірлік зарядтың немесе нүктелік зарядтың энергетикалық сипаттамасы екен. Түсінікті, Енді сол айтқандарымның барлығы мына жерде тұр. Мынау электр өрісінің потенциалы,
электр өрісінің потенциалы мына фи электр өрісінің энергетикалық сипаттамасы екен. Ал электр өрісінің кернеулігі оның күштік сипаттамасы. Мына формулада жазғандай, дәл осы формулада жазғандай. Мынау энергетикалық мынау күштік сипаттамасы. Ненің? Электр өрісінің сипаттамасы. Екеуіне де қатысты сипаттама, иә? Жақсы, мынау электр өрісінің деп жазып қойын. Электр өрісінің. Жақсы, түсінікті деп ойлаймын. Келесіге кеттік. Потенциалдар айырымы зарядтың бір нүктеден екінші нүктеге өткенде қанша энергия жоғалтатын немесе алатын көрсетеді екен. Яғни, мысал ретінде біз бағанағыдай тағы да не сайық? Q0 заряд сайық, иә? Q0 заряд сайық, оның шететінде бізде электр өрісі пайда болады. Электр өрістерін былай са берейін, иә? Енді мына нүктеде бізде не бар? Мына нүктеде фи бір потенциалы болсын, иә? Мына жерде фи екі потенциалы болсын. Енді мынау мен мынаның ара қашықтығы, мына Q зарядпен мынаның ара қашықтығы бізде R1, иә? Ал мынау мен мынаның ара қашықтығы қандай болады? Мынау мен мынаның ара қашықтығы бізде R2 болады, иә? R2 болады. Енді бұл жерде R2 үлкен бі, R1 үлкен бі? R2 үлкен, е? R2 үлкен, R1-ден. Енді бізде R2 үлкен. Енді біз білеміз фидің. Так, мына жерде шықты ма бізде фидің өзінің жеке формуласы? Мына жерден фидің жеке формуласын шығарайын, е, расында. Фидің жеке формуласын мына фиге қатысты шығарайын. Мінеки. Фи тең бірлік зарядтың потенциалдық энергиясын бізде потенциал деп атадық. Енді мына потенциалдық энергияның формуласы міне тұр, е? Міне тұр. Осыны жазайын мен. K Q0 Q эпсилон R болды, R квадрат емес. Бөлінген Q. Не болады? Мына қысқарады да. Не қалды? K Q0 бөлінген эпсилон R қалды. Жай ғана R қалды. Бұның кернеуліктен айырмашылығы квадраты жоқ. R-дің квадраты жоқ. Яғни, жеке меншік формуласы не болды сонда? Яғни, нүктелік зарядтың. Бұны айтып қойын. Нүктелік зарядтың несі бұл? Потенциалы. Сонда қанша болады екен? K0 эпсилон R болады екен. Бұл жеке меншік қатып қалған формуласы. Енді осының жеке меншік формуласын жасайық. Фи бірге қатысты. K0 эпсилон R. Енді қараңдар. R алыстаған сайын, R үлкен болған сайын, мәні үлкен болған сайын, бұл кері шама болғандықтан потенциалы не істейді екен? Кеми береді екен, иә? Потенциалы кеми береді екен. Енді фи 2-ге қатысты жазайық. K Q0. Мына жерде фи 2 екен, иә? Фи 2. Себебі R2 үлкен болып тұр емес па? Енді эпсилон R1-ді алайық. R1 бізде кішкентай болып тұр, кішкентай болған сайын оның потенциалы көп болады екен. Ол өздеріңе де айтқам, иә? Мына жері электр өрісі жиі орналасқан жерде потенциалы да күштік сипаттамасы, кернеулігі де көп болады, мына тұста. Енді мына жерде не болды? Фи 1 үлкен болды, неден? Фи 2-ден потенциалы артық деген сөз. Енді осы мына жердегі мысалға фи 2-дің орында тұрған бөтен бір заряд келді ғой, мысалға Q2 деген. Бөтен бір заряд келсе, ол мына фи 2-ден фи 1-ге орын ауыстырғызған кезде, яғни мына нүктеден мына нүктеге апару қиын болады, себебі фи 1-дегі потенциалы не болып тұр? Үлкен болып тұр,
Ал наоборот мына фи1-ден фи2-ге апару өте жеңіл, себебі фи2 бізде не болып тұр? Потенциалы кіші болып тұр екен. Енді осы жердегі потенциалдар айырымы, яғни фи1-ден фи2-ні айтсақ, бізде потенциалдар айырымы болады. Потенциалдар айырымын біз кернеу деп атайтын. Оның өлшем бірлігі бізде вольт екен. Вольт. Мынаны кернеу деп атаймыз. Және потенциалдар айырма деп те атайды екенбіз. Мынау бізде қатып қалған формула. Яғни оны былай жазсақ та болады ғой. Солай ма? фи1 минус фи2 деп жазуға да болады. Бұл мен керісінше жазып қойдым. Енді потенциалдар айырма зарядты қозғалуға мәжбүр етеді екен. Енді суперпозиция принципіне келейік. Суперпозиция принципінде бірнеше заряд тудыратын электр өрісінің потенциалы сол нүктеде әр зарядтың жеке-жеке тудыратын потенциалдарының алгебралық қосындысына некен тең екен. Енді бұны біз алдында да өткен суперпозиция принципін кернеулікке қатысты. Кернеулікке қатысты бізде не еді? Ол векторлық шама болғандықтан Е1 плюс Е2 плюс Е3 плюс кете береді да Е-нға дейін. Мына вектордың бағыты болғаннан кейін біз плюс минус деп жазған болатын. Ол кезде екі зарядке қатысты ғана жазған болатынбыз. Екі зарядке ғана қатысты. Енді қараңдар. Енді бұл жерде неге қатысты болып тұр? Потенциалға қатысты болып тұр. Потенциал бізде скаляр шама болғандықтан оның бағыты жоқ екен. Енді бұл принцип электр өрісін есептеуді жеңілдетеді, себебі әр зарядтың әсерін бөлек қарастыруға болады дейді. Мен мысал ретінде мынандай алайық. Көк керек, қызыл мен көк алайық. Мысалға плюс Q заряд дейді. Плюс Q заряд, Q1 деп қояйық. Бұның арасында электр өрісі пайда болады. Енді мына жақта минус Q2 зарядты алайық. Мынаны бірдей қылайық. Енді осы мысалға мына жерде не бар бізде? Мына жерде фи1 бар, фи2 бар, фи3 бар, фи4 бар. Мына жерде деді дәл солай, фи1, фи2, фи3 жалпы сондай бар. Мысалға мына жерде фи4 бар, мына жерде фи5 дей салайық жерде. фи5. Немесе былай алсақ та болады. Мынаныкін тек қана. Так. Былай істесем өшіп кетеді екен. Так, мынаны фи1 деп алайық та, мынаны фи2 деп алайық. Енді осы қиылысқан нүктесі А деп алайық. Қиылысқан нүктесі А деп алатын болсақ, не істейміз? Мына А нүктесіндегі потенциалын табу керек бізде. А нүктесіндегі потенциал табу керек. Демек, фи А не істейміз? Мына потенциалдарды қоса саламыз. Плюс фи2 плюс фи3. Солай кете береді. Енді бұл жерде қара. Мына жерде фи2 не болып тұр бізде? Қандай заряд? Минус заряд. Минус заряд болғандықтан біз не істейміз? Оны минус күйінде қалдырамыз. Плюс болса, плюс күйінде қалдырамыз. Демек, фи1-іміз бізде плюс алды, ал мынаның алды бізде не болып тұр? Минус болып тұр. Сол үшін минус күйінде қалдыра береміз. Енді осының орнына фи-аны біз мынаны түрлендіріп жасайық. Өзінің формуласы, жекеменшік формуласы бар. Q0 нүктелік зарядқа қатысты. Осы формуласымен де жазуға болады. Q0 эпсилон R 1 дейміз. Минус Q0 эпсилон R2. Мынаның формуласы, мынаның формуласы. Жай ғана не істедік? Орнына қоя салдық.
кейбір есептерде осындай сұрақтарда келуі мүмкін. Түсінікті ғой, жалпы. Ал кеттік. Эквипотенциал беттер. Электр өрісіндегі потенциалды бірдей болатын нүктелерді біріктіретін беттерді айтамыз. Мысалы ретінде біз тағы да не жасамыз? Q0 жасамыз. Q0 жасамыз. Оның сыртында бізде электр өрістер бар. Осылай жасаймын. Электр өрістен жасаймын. Енді мына жердегі мысалға Фи1, мына бір шеңбердің ішінде Фи2, Фи3 болатын болса, мына бір шеңбердің ішіндегі, яғни не болып тұр? Бірдей арақашықтықта жатыр, солай ма? Бірдей арақашықтықта жатыр. Бірдей арақашықтықта жатса, және де бір шеңберде жатса, онда олардың несі? Потенциалдары тең болады екен. Потенциалдары тең деген сөз, бұл эквипотенциал бет деп аталады екен. Экви деген сөз сол тең деген мағынаны білдіреді екен. Эквипотенциал бет деп аталады екен. Эквипотенциал бет, яғни эквипотенциал бойымен зарядтарға жылжытқанда жұмыс істелмейді екен. Жұмыс, яғни нөлге тең болады екен. Және де электр өрісінің күш сызықтары эквипотенциал беттерге әрқашан перпендикуляр болады дейді. Яғни оны қалай түсінеміз? Яғни мысалы ретінде біз мындай көбіне мен шеңбер сызып жатырмын, ол мынандай да түрде болады, тек нүктелі заряд емес, әртүрлі заряд болуы мүмкін. Енді мына минусқа қатысты бізде кернеуліктердің бағыты былай бағытталады, кернеуліктердің бағыттары осылай бағытталады. Енді мынаның несі бар? Өрісі бар, көзге көрінбейді. Яғни мына жерде Фи1, Фи2, Фи3 дегендер болады, Яғни сол мына бір шеңберде болса, онда не болады? Бір шеңберде жататын болса, немесе бір сызықтың бойында жататын болса, яғни потенциалдары тең деген сөз. Так, не қалып қалды? Потенциалдар айырымын айттық, суперпозицияны айттық, эквипотенциалды айттық. Электр өрісінің кернеулігі, мынау бізде потенциалдар, Так, енді біз жұмыс туралы айтайық. Мен мына жерге жұмыс туралы қоспаппын. Жұмыс туралы айтайық. Жұмыста мысалы ретінде біз бағанағындай заряд жасайық тағы. Андай Q0-ге қатысты сызықта болады, Бұны бүйтіп айттық. Фи1-ден Фи2. Мінеки. Мына жерде мысалға сырттан заряд келді. Ойбай, Q0 деп жүрдім. Сырттан заряд келді. Q деген заряд келді. Не пайда болды? Күш пайда болды, Енді мына Фи2-ден Фи1-ге қарай жылжыту керек. Мына орын ауыстыру керек ұш. Мына Q зарядтың орын ауыстыру керек. Q зарядтың орын ауыстыру керек. Яғни сол кезде не болады екен? Орын ауыстырған кезде ол жерде жұмыс атқарылады екен. Яғни біз механикада білеміз, механикамен барлығын салыстыра береміз. А тең F көбейтілген S болады, Яғни белгілі бір күшпен орын ауыстырсақ, мысалға, мына орын ауыстырсақ, онда ол жұмыс атқарады деген сөз. Ал электр өрісінде де ол дәл солай екен. Яғни электр өрісіндегі жұмыс, электр өрісіндегі мына Q зарядты Фи1-ден Фи2-ге қалай ауыстырамыз? Мысалға, Q тең, Q көбейтілген не болады бұл жерде? Q көбейтілген. Мына жерде не бар? Потенциалдар, кернеулігі бар, кернеулігі бар, және де оның арақашықтығы бар. Еще біз бағана потенциалдық энергиясын алып бағамыз, В тең
потенциалдық энергиясы QER деп алғанбыз. Дәл сол сияқты потенциалдық энергиясы жұмысқа да тең бола береді екен. Сонда мына жердегі Е-нен Е-ге орын ауыстыру үшін Е керек және R керек екен бізге. Қаншалықты орын ауыстырған керек. Демек, QER деген осындай жұмыс атқарады екен. Енді бұл жердегі ER бізде неге тең бола алады? Бізге ол ER немесе R-дің орнына D-ны ала беруге болады. D-ны да ала беруге болады. Екеуі де бірдей метрді береді. Ол ара қашықтық. Бұл жердегі бұл ара қашықтық. Ара қашықтық. Демек, А тең Q көбейтілген мына ED дегеніміз бұл U-ға тең екен. U тең ED. U тең ED деп жаттап болады. Енді бұл жерде U-ды білесіңдер, ол потенциалдар айырымынады тең деп жаза беруге де болады. Демек, осылай жазуға болады. Немесе А тең Q көбейтілген U деп жазуға болады. Сонда А тең QU болды. Бұның өлшем бірлігі бізде не еді? Джоуль болды, Яғни бұл неден шығып тұр? Кулон көбейтілген вольттан шығып тұр, Джоуль. Енді бұл формулалардың бәрін жаттайсыңдар. Енді ары қарай есеп шығарып көрейік. Электр өрісінің -2 көбейтілген оның 8 дәрежесінде кулон зарядты потенциалы бірден берілгенін жазайын. Q тең -2 көбейтілген оның -8 кулон. Потенциалын бірінші жазып қойайын, -700. Бірінші тұрса, міндетті түрде бірінші деп жаза беріңдер. Фи екіміз 200 вольт. Мына жердегі минус таңбаларын ұмытпаймыз. 200 вольт нүктеге орын ауыстырғандағы жұмыс дейді. Баған жұмыстың формуласын бірден айттым, міне. Жұмыстың формуласы А тең Q көбейтілген дельта фи деп жаза болады. Немесе Q тең дельта фиді жазалайық. Сонда фи 1 минус фи 2, Сонда А тең -2 көбейтілген оның -8 дәрежесі. Фидің орнында 700 минус 200 тең -2 көбейтілген оның -8 көбейтілген -900. А тең 18 көбейтілген оның -6 дәрежесі дей салам. Мына 2 дәрежесі десек, мына қысқарады. Еще -3 минус плюс болып кетеді. Джоуль жұмыс атқарады екен. Жауабы 18 көбейтілген оның -6 джоуль. Немесе 18 микроджоуль деп атасақ та болады, Ары қарай кеттік. Потенциалдар айырмасы, айырмасы деген U немесе дельта фи деген сөз. 1 вольт екен. Нүктелер арасында ұшып өткен электронның жылдамдығын табу керек екен. Е берілген 1,6 -19 кулон. М деген 9,1 көбейтілген оның -31 килограмм. Не табу керек? Жылдамдық табу керек. Енді бұны қалай табамыз? Бізге көмекке А тең Q көбейтілген U деген келеді. Q-дің орнына біз не деп ала берсек болады? Ені ала берсек болады, Бұл жерде енді қанша үштік екенін айтпаған, себебі Q-дің формуласын білесіңдер, N көбейтілген Е. Қанша үштік екенін айтпаған соң, біз жағына Q тең Е деп ала берсек болады, Е көбейтілген U деп ала берейік. Енді кинетикалық энергияның формуласын білеміз, mv квадрат бөлінген 2. Демек, мынаның орнына жұмыстың формуласын қоя берсек болады. Демек, EU тең mv квадрат бөлінген 2 деп ала берсек болады екен. Сонда 2EU тең mv квадрат мен 2-ның астына шығарып жібердім. Енді 2-ның орнына ауыстырып жасайында 2EU v квадратымыз 2EU бөлінген m квадраттан құтылатын болсақ, екеуінде төбір астыға аламыз да 2EU бөлінген m болады екен. 2 көбейтілген 1,6 оның -19, U-дің орнында 1, масса 9,1 оның -31 дәрежесі. Осыдан шыққан мәні жылдамдығын береді екен. Бұның мәні енді өздерің есептей саласыңдар. Жоқтағанда 6 болу керек. 6 көбейтілген қанша? Оның 5 дәрежесі шығады екен. Метр секунд.
ары қарай кеттік. Оны дәл бірдей екен. Бұны өздеріңіз шығара салыңдар. Кернеулігі дейді. Кернеулік деген мына сөз. 60 көбейтілген киловольт бөлінген метр дейді. Яғни U тең еді деп алдық. Е тең не болды? O бөлінген Д. Осыдан вольт бөлінген метр шығып тұр. Міне, осы формула. Так. Осы формуладан мынау шығып тұр деп айтайын деймін ғой. Мына. Өлшем бірлік. Енді Q тең 5 нанокулон. Орын ауыстыр дейді 20 сантиметр. Енді күш жұмысы дейді. Жұмыс табу керек. Енді ХБЖ-ға міндетті түрде айналдырамыз. 60 көбейтілген 3 вольт бөлінген метр. 5 көбейтілген минус 9 кулон. 0,02 метр деп алсақ болады. Шешуі. Так. Енді бағана формула тура QER немесе QED деп алсаңдар да болады. R мен D-ның ешқандай несі жоқ. А тең 5 көбейтілген минус 9, 60 көбейтілген 3, R-дің орнында 0,2. Бұны енді мұнамен асақ бірге тең болады. 60 көбейтілген минус 6 дәрежесі болады. Джоуль. 60 микро джоуль жұмыс атқарады екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Үй жұмысына WhatsApp-қа жіберетін боламын.